Өте дәмді манник жасаймыз. Оған керек заттар: 1 стакан манка, 1 стакан бөлме температурадағы айран. Екеуін жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өтті. Енді 3 жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болдық. Енді 1 стакан қант саламыз. 100 грамм. Араластырып болдық. Енді 90 грамм ерітілген сары май, не болмаса маргарин салып, жақсылап араластырамыз. Бір стакан ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Түйіршіктері кеткенше араластырып, ең соңында ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді формамызға саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минут пісіретін боламыз. Отыз 35 минутымыз өтті. Суытамыз. Суығаннан кейін қант ұнтағын себеміз бетіне. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басыңыз. Астарыңыз дәмді болсын.